Бірінші, қабырғаны тазалап дайындау және грунтовка жағу. Екінші, қабырғаны өлшеу, түсқағаздың суреті мен түсін тексеру. Бөлмеде жел тұрмауы үшін есік пен терезелерді жабыңыз. Үшінші, таңдалған сурет қисық кетпеу үшін түсқағаздың бірінші бөлігін жерден 90 градус деңгейінде лазер арқылы қоямыз. Төртінші, түсқағаздың бірінші бөлігін жабыстырамыз. Бесінші, екінші бөлігін түсқағаз кескінін келтіре отыра бірінің үстіне бірін қойып суретті жинаймыз. Өткір пышақпен айқасқан жердің ортасынан кесіп, астынан және үстінен артылған бөлшектерін алып тастаймыз. Түсқағаздың тігісі тұсынан қабырғаға арнайы желім жағып роликпен басып жүргіземіз. Алтыншы, қалған барлық бөліктерін де осындай әдіспен жасаймыз. Жетінші, түсқағаз дайын болған соң 7 күннен кейін су негізіндегі лак жағып қойса болады.